Жақында түрк елдері президенттердің жиналысы өкінішке қарай болмай қалды режимде. Осы әңгіме айтылған кезде сіздің де қозғап жүрген тұран әскері туралы әңгімеде қылаң беріп қалады. Бұл идея қалай жүзеге асу керек деп ойлайсыз? Түрк елдерінің одағы, әскері деген. Бұл идея жүзеге асады деп сенемін мен. Болса да Ресей Федерациясы құдырайды. Нағып мысалға Қазақстан деген елі бар, а Башқұртстан деген жеке елі жоқ. Немесе Татарстан, немесе Якутия, немесе Хакасия. Оларда түрк азаматтары, оларда ғасырлап келе жатқан халықтар, тілі бар, діні бар деген сияқты. Сондықтан мен ойлаймын, Ресей құдырған кезде, міне сол бір жағы Якутия, екінші жағы сол Қара теңіз, Түркия, тағы басқа елдер, бәріміз бір үлкен тұран одақтастығына айналамыз. Сол одақтастықтың өзінің әскери, қарулы күштері де болады, экономикалық қарым-қатынаста орын алады жақсы деп ойлаймын. Қасым-Жомарт Тоқаев Құдайдан қорқады деп ойлайсыз ба сіз? Оны айта алмаймын. Білмеймін нақтысын. Кейінгі кезде мынау елде деградацияның көріністері білініп қалып жатыр ғой. Митингтерімізден Алматыдағы мынау феминистердің қозғалысы бар, ЛГБТ өкілдерінің қозғалысы бар. Ел арасында біздің осы биліктің де азаматтары соларға ашық қолдау көрсетіп отыр дейді. Өйткені біздің билікте де сол ЛГБТ-ның өкілдері бар, өкінішке орай. Үкіметте де, Ақордада да. Парламентте. Парламентте де бар шығар деп ойлаймын. Қимылдарына қарағанда. Сіз үкіметте бар екеніне сенімсіз? Иә, сенімді. Мен фамилияларын да білемін. Ақордада? Ақордада да бар. Болатын бұрын, қазір білмедім. Болатын бұрын, қазір білмедім ол. Өйткені мен өз жаққа қарым-қатынасым өте аз. Кезінде енді қызмет бабында болатында кемінде айына бір рет барып тұратынбыз да ол кезде. Бұл азаматтардың қатары көбейіп жатыр ма, сіз қалай ойлайсыз? Енді өкінішке орай олар бір-бірін біледі ғой, бір-бірін таниды, бір-бірін қолдайды. Аз болса да. Бір-біріне жәрдем жасауға ешкімге білдірмей сондай бір әрекеттерге барады. Сондықтан олардың саны аз болса да, бірақ та қолдарынан келетін нәрселері бар. Өкініштісі. Алматы әкімдігі бірінші болып рұқсат берді. Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Біз жол бермеуіміз керек. Жалпы мен ойлаймын, мұсылмандық дін бар біріншіден де, ал діннен былай қойғанда өзіміздің қазақы дәстүрлеріміз бар, қазақы біздің неше түрлі ата-бабамыз аманат еткен өзіміздің жеті жарғымыз бар, тағы басқа. Мен ойлаймын, сол төңірекке біз елімізді жаңғыртуға, жастарымызға насихат жасауға біз қимыл жасауымыз керек, керісінше емес. Өзіңізді білеміз аға, қызуқанды азаматсыз ғой, жастайыңыздан. Жаңа үкіметтегі азаматтарды айтып жатырсыз, ЛГБТ өкілдерін айтып жатырсыз. Өзіңіз бетпе-бет келіп қалған кезде жарысып кеткендер болған жоқ па? Сіздің қолыңызда? Неше түрлі оқиға болды ғой, Құдайға шүкір, біз енді тек қана білекпен емес, тілмен де өлтіреміз ғой, амандық. Сондықтан және уже 50-ден астық, есетін жасқа келдік. Енді көрерміз, әбден намысымызға тиіп атсақ, енді Құдайға шүкір, жағдайымыз бар. Әлі бабыңыздасыз? Әрине, баптамыз ғой. Орынды жерге жұмсаңыз деген. Енді Құдайға шүкір, тек қана мен емес қой, артымда қалың халық бар, өзімнің бауырларым бар. Мынау күрестің арқасында Құдайға шүкір мен де алатын бүкіл түкпір-түкпірде, әр біздің еліміздің түкпірінде өзімнің кәдімгі зөңгілес бауырларым бар, айтқанымнан шықпайтын деген сияқты. Қазақстан барысындағы әр балуан аға сізді құрметтейтін шығар, кез келген жағдайда тұрып береді ғой. Әрине. Менің мақтаныштарым, әрине. Мықты азаматтар, Құдайға шүкір, ешқашан мені қызартқан емес, бәрі мен де алатын азаматтар. Тек қана күрестен емес, бүкіл саладан керек болса домбыраны да тартып береді, әзілдері де жарасқан, және бір-бірін іздеп жүретін бауырлар мысалға. Оларда ешқандай жер елге бөлінбейді, ылғи бірге жүреді деген сияқты, бір-бірін көтермелеп, бір-бірін мақтап жүреді. Бейбіт болсын,
Алан болсын, Айбек болсын, Мұхит болсын, бәрді. Мен сұрайын деп отырған маған, өзіңіздің жағдайыңызды өзіңіз жасаған, өз қолы, өз аузына жеткен азаматсыз ғой. Дегенмен де, Марғұлан Сейсенбай, сізге осындай бір қолдау көрсеткен кездері болды ма? Қаржылай болсын? Жоқ, ешқашан арамызда бір тиын да жүрген емес. Құдайға шүкір жүрмейді деп те ойлаймын. Жалпы бір мақал бар ғой, хочешь потерять друга, дай ему взаймы денег дейді ғой, дәл солай. Тағы бір дәлел деп ойлаймын бұл жерде. Сондықтан достық жүрген жерде ақша болмау керек. Ол тек қана осы оқиғаға ғана байланысты емес, жалпы философиялық түрде айтатын нәрсе. Жаңағыдай конфликтіңіз болғанын қаламайсыз? Әрине қаламаймын, ол дұрыс емес. Елдің көзінше, елдің алдында болмайтын нәрсе. Өзіңіз Марғұлан Сейсенбаймен не туралы көбіне сөйлесесіз? Енді Марғұлан шынымен мен ойлаймын, бизнес жағынан енді данышпан адам ғой. Ал мен мысалы ешқашан бизнеспен айналысқан емеспін. Өзім сол әлгі шығармашылыққа жақын адаммын. Ақша табудың жолын білем, бірақ та ол ақшаны ұстап қалу, ол ақшаны жөнімен баптап, шашыратпай жұмсау қолымнан келмейтін нәрсе. Сондықтан Марғұлан ағамнан біраз нәрсе үйренгім келеді. Ол ақшаны қалай ұстап қалуға болады, ол ақшаның мөлшерін қалай көбейтуге болады деген сияқты. Үйренем біраз нәрседен. Бірақ та мен ойлаймын, кейбір кезде мен ойлаймын, тым бай болуға тырысуға болмайды. Жалпы қанағат болу керек. Мысалға адам баласы енді жарайды, отырып бір табақ бешбармақ жесін. Бірақ та одан артық жей алмайды ғой. Сол қанағат тұтсаң, сонда әр нәрсе өз жолымен бола береді екен. Жалпы мен ойлаймын, Марғұлан бауырымыз бір мемлекеттік бір үлкен мекемені басқарса, нұр үстіне нұр болар еді. Мен бір интервьюда айтқам, менен сұрағанда мысалға, осы елді кім басқару керек? Жалпы мен ойлаймын, біздің елді Құдайға сенетін, Құдайдан қорқатын азамат басқару керек. Сонда ол да бір жемқорлықтан айырылатын бір жолымыздың түрі деп ойлаймын. Елді Марғұлан Сейсенбай басқару керек деп ойлайсыз ба? Жоқ, мен ойлаймын, бір үлкен мекемені басқару керек. Осы қаржыға байланысты. Бірақ Марғұлан Сейсенбай бас тартады. Оны білмедім. Өзінен сұрау керек. Ақшаны ұстай алмайын деп жатырсыз ғой. Қанша миллион доллардан ретсіз қайтарымсыз айырылып қалдыңыз? Бір 5-6 миллионнан айырылған шығармын. Бірақ та мен өкінбеймін ешқашан. Әлі өкінбейсіз. Бизнеске салдыңыз? Бизнеске де салдым, қарызға да бердім жаңағыдай деген сияқты. Тағы басқа нәрселер болды. Миллион доллардың қарызын қайтармай кеткен жігіттер бар. Оларға да амандық тілеймін, саулық тілеймін. Ешқашан оларға мысалы мен қарғаған да емеспін, жамандық тілеген емеспін. Сұрамайсыз? Жоқ.